дәл сол кездің өзінде де біздің ислам әлемінде 14-15 ғасырларда жаңағыдай Наваиның кезіндері де мына орталық Азияда енді тұтас түрік болғаннан кейін бірге айта береміз біз. Сол кісілердің жазбаларында да бар. Әуелі мына патша ортасында, хандардың ортасында шығармаларын түрікше жазғандарға, өзіміздің түрік тілінде, араб әрпіменен, бірақ түрік тілінде жазғандарға жаңағыдай ат шапан кидіріп дегендей сыйлық беріп отырған. Сыйлық беріп отырған. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген жаңағыдай бүкіл терминнің, бүкіл атауың араб пен парсыға кетіп бара жатқан кездегі түріктің зиялыларының, ислам болдық, мұсылман болдық дегеннің жөні осы екен деп, өзіміздің тілімізді құрып бара жатқандығын ойлап, солардың шырпыр болған. Енді қараңыз. Алаш тұсында осы шырпыр Алаш тұсына келген кезде бұл енді күн тәртібіне ең жоғары деңгейде көтерілді. Алашқа дейін де жаңағы орталық ғасырдан неге дейінгі де осы нәрсе болған. Мысалы қараңыз, араб тілін білгеннің жөнекесі екен деп қазақтың хан сұлтандары арабша жазған жоқ қатты. Халықаралық хаттар хан сұлтандардың, мысалы Абылай ханның тұсында, Абылай ханнан бұрынғы Қасым хан, Салқам Жәңгір хандардың тұсында хаттар ақырын андыздап басып табылып жатыр ғой мысалы. Тіпті Абылай ханнан кейінгі Әбілфейіз ханның, оның ұрпақтары Жош хан, жаңағыдай Ханқожа, Жанқожа деген кісілердің хаттары, хандардың хаттары міне Қытай Халық Республикасының архивтерінен, кейін мына Жапонияға көшіп кеткен архивтерден табылып жатыр мысалы. Солардың барлығы сөзіміздің түркілік принцибін, қыпшақтық диалектін, яғни өзіміздің сөйлеу заңдылығымызды сақтай отырып, жаңағыдай араб әрпіменен солардан келген терминдерді лайық деңгейде пайдаланып отырып. Бірақ бұл кезде терминология мәселесі шешілген жоқ. Бұл шешілмеген күйі кімге келді? Осы жүріп отырып, Алашқа дейін де Шоқанның тұсына келді, Ыбырайдың тұсына келді, Ыбырай Алтынсаринның, Абайдың тұсына келді. Абайдың өлеңдерін түпнұсқадан оқимыз біз, мысалы түпнұсқадан жаңағыдай анау Мүрсейіт Бекейұлы жазған. Бірлән, ғибратлы, көзі гауһар, yüzі раушан дейді мысалы. Ал енді содан бұрынғы жаңа хан сұлтандардың хатында күннің көзін, ердің yüzін билеп тұрған Боғдай Ежен хан деген жазулар бар мысалы. Онда біздің қазақтың тіл сөйлеу заңдылығы оған кіріп тұрған жоқ, бірақ барынша тырысқан. Абайдың тұсына келген кезде де сол шағатай тілінен келген, шағатай жазуынан келген жаңағы қадым жазу деп айтып жүрміз қазір, сол стиль сақталды. Алаш тұсына келген кезде бізге тіптен қиын болды. Ал енді қиын болатын себебі не? Еуропалық білім деген нәрсені жадишілдік дейміз ғой, мысалы Еуропа мен мұсылманшылдық сақтап қаламыз ба? Көне жаңағыдай ескі жазу. Бір қарасаң арабтың жазуы қазақтың тілін толық беріп тұрған жоқ. Осы кезге келген кезде Алаш арыстарының алдында, Ахметтердің алдында, Әлихандардың алдында өте көптеген тез арада шешуге тиісті проблемалар тұрды. Соның бірі терминология мәселесі.